пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге айтады, ад-дуния малғуна дейді. Таңғаласыздар да. Дүние деген нәрсе дейді, ол Алланың батасын алмаған дейді. Ол тек емтихан, майданы болып жаралған дейді. Малғунаны тікелей аударатын болсаң, лағнеттелген дейді. Яғни мағынасы, ол жерде Алланың батасы жоқ дейді. Алла сүйіп бермейді дейді еш нәрсені саған, ризықты берген кезде. Ол тек қана шүкір еткен кезіңде ғана басталады. Сүю деген, береке деген нәрселер. Сосын айтады, пайғамбарымыз сосын, малғунун мафия, жалпы дүниенің ішіндегілердің барлығы лағнеттелген дейді, қараңыздар. Күллі дүниеде не бар? Күллісі осы Алла тағаланың батасын алмаған нәрселер дейді. Дүниеде берекесіз, дүниенің ішіндегі нәрседе де береке жоқ дейді. Қалай құтыламыз дегенде, илля зикралла. Кім сол дүниенің ішінде жүріп, Алласын зікір етіп бастаса дейді. Құранын оқиды, намазын оқиды, зікірін айтады. Жаңағы батасыз нәрсесінің ішінен батасын алады Алла тағаланың. Жаңағы адам, берекелі адам пайда болады да. Қарас қалай Алла тағала түсіндіріп отыр. Илля зикраллахи ва ма валаху. Сосын Алла тағалаға бойұсынуды айтпағанда дейді, екінші амал. Алланы еске алуды айтпағанда, Аллаға бойұсынуды айтпағанда. Уәл алим ау мутағалим. Сондай-ақ білімді үйретіп атқан адамды айтпағанда, білімді алып атқан адамды айтпағанда дейді, жалпы бұл нәрседен басқаның барлығында береке жоқ дейді бұл дүниеде. Сонда болып атқан нәрсенің бәріне, болып атқан нәрсенің бәрі сән, сәулет, күллі нәрсе болды. Сол сәулеттермен талай адамдар алданып кеткен тарихта.